Қайырлы күн, қалайсыздар достар? Опа. Мен бие сауға келе жатырмын. Кісі не отыр? Огородта шөп қалың. Суыққа кісінеп жатыр. Опа. Ойбай, мына жерде қия. Мына жақта қой бағады. Қойларымыз жайылады. Қырда. Мына жақтың бәрі қыр. Мал жайылады. Шөп ору сезоны басталды. Жан-жағымыздың бәрі дыр-дыр еткізіп. Қазір нан соғатын боламыз. Не? Артынан келе жатыр ма? 2 сағаттан кейін соғамыз енді. Соғып алдық. Негізі қымыздың пайдасы көп қой. Мен былтыр 2 жыл саудық қой. Сол кезде балдарым кішкентай кезде көп ауыра беретін. Қайта. Сонда осы 2 жылды қатарынан қымыз ішіп жатыр. Қымыз ішеді, осылай сүтін берем қазір. Таңғы аш қарынға саумалды ішеді. Бір балам ішеді, қалғандары жөн ішпейді. Қымызын дайындап берем, қымыз ішеді. Тфай. Содан кейін көп ауырмайтын болды ғой. Өзімде ішем, өзімде ауырмайтын болдым бұрын. Сәл суыққа неге ауырып қала беруші еді ғой. Пайдасы көп негізі. Жануарым менің қасқам. Жануарым ақылды, өзі сондай. Қазір 2 саума келдім. Сау боламыз. Мына сауып келдік, енді бұны қазір баклажкаға құйып қоямыз. Одан кейін Мама, это баба. Одан кейін құдай қаласа. Это баба. 2 күннен кейін ба. Кішкене көршілерді шақырып қыран жеу керек. Содан кейін бастаймыз қымыз ішуді. Бие соғып қайттық.
баба